Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен ең дәмді, ең күшті пахлава рецептімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға ұнымызды сап аламыз. Разрыхителімізді саламыз. 1 чайный ложка. Және де екеуін араластырып жібереміз. Бөлме температурасында жұмсап тұрған сары майымызды саламыз. Қолымызбен енді ұн мен сары май екеуін араластырып, мыжып осылай крошка етіп аламыз. Видеода көрсетілгендей болу керек. Мына біздің қамырымыз дайын. Сары май екеуін араластырған кездегі көрінісі осылай болады. Енді сметана саламыз. Және де жұмыртқаның сарысы. Екеуін бір араластырып, содан кейін бар қолымызбен қамыр илейміз. Енді қолымызбен жақсылап біріккенше осылай қамыр илеп аламыз. Бізде жұмсақ қамыр болады бұл жерде. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын. Енді осылай 4 бұрышты етіп жасап аласыздар. Қолдарыңызбен фигурасын келтіріп, пакетке салып, холодильникке салып қойасыздар жарты сағатқа. Енді бізде начинкасы грек жаңғағы. Ішін жақсылап тазалап аласыздар. Сіздерге қанша мөлшердегі рецептің бәрін жазып кетемін. Бетіне осындай бүтін әдемілерін сәндегенге алып қаласыздар. Пахлаваның бетіне қойғанға. Және де бізге блендер қажет болады. Осының ішіне қазір жаңғақтарымызды блендерден өткізіп аламыз. 1 келкі майда болғанға дейін. Бізде майдалау болғаны дұрыс. Ішінде үлкен болғанынан осылай болу керек біздің жаңғағымыз. Пахлаваның ішінде өте күшті, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай блендермен шығарып аламыз. Енді басқа бөлек ыдысымызға жұмыртқамыздың ағыны және де кішкене шым-шым тұз салып жібересіздер де миксермен жақсылап көбіртіре бастайсыздар. Басына жай скороспен, одан кейін барып қатты скороспен істейсіздер. Осылай ағара бастаған кезде қантымызды мөлшеріне қарай 2-3 бөлікке бөліп саласыздар. Бізде аппақ болып көбіреді, осы пенка сияқты болып. Қанттың барлығын бірдесінен салмайсыздар. Осылай видеода көргендеріңізде 3 бөлікке бөліп саласыздар. Жақсылап миксермен араластырамыз. Осылай аппақ болып көбіреді. Жаңағы блендерден шығарып алған майда жаңғағымызды үстіне салып, лопата көмегімен бірдей етіп екеуін араластырып аламыз. Бізде начинкамыз дайын. Пахлавамыздың начинкасы бізде осындай көріністе болады. Енді жаңа қамырымызды шығарып 3 бөлікке бөлеміз. Не үшін 4 бұрышқа бөлдік? Бізде листімізға жайған кезде оңайлау болу үшін домалақ зуала етіп істесеңіздер, жайғанда өте қиын болады. Столға кішкене ұн сеу жеріп, қамырымызды 4 бұрышты етіп, жанына, тікесіне етіп осылай видеода көргендеріңізді етіп жайып аласыздар листеріңізге қарай. Бұл жерде менде листің размері білмей тұрмын, сәл кішілеу листің размері, кіші әсел пештің лист. Жаңағы начинкамызды 2-ге бөліп, бір бөлігіні ішіне сап аламыз. Пергамент төселген листтің үстіне қамырымызды жайып алдық. Жаңағы қамырымыз бір жері ұзындау болып қалса, мына осылай жалғап жерсеңіздер болады. Шетіне жабыстырып, мына үстіне бір тегіс етіп, начинкамызды жағып алдық. Енді екінші қамырымызды жайып, осылай үстіне төсеп аласыздар. Міне созып бірдей етіп, осылай жабыстырып жүресіздер. Екінші начинкамызды да, қалған начинкамызды салып, бетіне бір тегіс етіп жағып аламыз. Осы начинкамен өте күшті кетеді пахлава. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіні бір тегіс етіп, осылай жағып аласыздар. Міне енді начинкамызды жағып алдық. Үстінен 3-ші қамырымызды төсеп, осылай шеттерін жақсылап басып шығыңыздар, ашық қалып кетпесін. Қазір пісіп жатқан кезде ішіндегі меренгасы шығып кетпеу үшін осылай жақсылап басып шығыңыздар шеттерін. Енді пышақтың көмегімен бетіні жаңағы кесілетін жерлерін әсемдеп аласыздар. Қатты кеспеңіздер, піскен кезде жаңағы ішіндегі меренга шығып кетуі мүмкін. Осылай білінер білінбес етіп кесіп шығасыздар. Міне енді қиғашынан кесесіздер.
осындай әдемі көріністе болады біздің пахлавамыз. Үстіне жұмыртқа жағасыздар. Мен жаңа басында бірінші жаңғақтарды қойып тастаппын. Жұмыртқа жақпастан кішкене жұмыртқаның сарысына сүт құйып жібересіздер, 1-2 қасықтай. Содан кейін барып үстіне жағасыздар. И жаңағы бүтін әдемі алып қалған жаңғақтарымызды осылай бетіне сәндеп шығамыз. Осымен біздің пахлавамыздың көрінісі осындай болады. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Ол өздеріңіздің пештеріңіздің градусына қарай байланысты. Жарты сағатта менде осындай қызыл болып шығады. Пісіп шыққан кезінде бетіне мед жағасыздар. Мед жаққаннан кейін осындай ісіп шығады көріп тұрғандарыңызда. И және де 180 градуста 4-5 минутқа қоясыздар. Мына осындай қып-қызыл әдемі болып бетіндегі карамель сияқты болып шығады. Ісіп, осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер пахлаваны.